Айналайын қазақ халқым, қашанға дейін отырасың осындай сорлы болып? Қашанға дейін өзіңнің ата-бабаңның жерінде өзің құл болып отырасың? Қашанға дейін осындай жоқшылықты көресің? Ертең сенің қарындасың сол 9 қабаттан секіруін күтіп отырсың ба? Ертең сенің қызыңның басына осы күннің келуін күтіп отырсың ба? Еркек тоқ құрбандық деген қайда? Басыңды тауғадан тасқа тұрып күреспейсің ба қазақ? Тау келсе сүзбейсің ба? Тас келсе шайнамайсың ба? Адамның басы Құдайдың добы, өлетін жан ғой бұл. Бәрібір өлетін жан ғой. Неменеңді аяйсың? Біз күрестік қой, түрмесінде көрдік қой, қамалдық қой, сотталдық қой. Батыстың қысымымен аман қалдық қой. Өлген жоқпыз ғой, бізге не істей алды? Шабасы күшті болса, қуатты болса кеп қағып өлтіріп кетпей ма? Шабасы жоқ, мәлкілдеп отыр, мәлкілдеп әрең отыр. Сендер неғып отырсыңдар айналайын қазақтың азаматтары, қыздары, жігіттері? Аштан өліп, қорлықтан өліп, жоқшылықтан өліп, аурудан өліп, қоректік жетіспей, бәрін 40-50-ге жетер жетпей, ауру сырқау болып өліп. Дүниенің сорлысы болып отырғанша, немене күн мынау күн? Құдіреті күшті Құдайдың сұрағының алдында не деп жауап бересіңдер қазақтар? Оян менің қазағым. Көзіңді аш қазағым. Мына сөзімді жеткіз әрбір қазаққа. Әрбір қазақ ұйымдас. Ячейка, ұяшық құр, достарыңды жина қасыңа, туыстарыңды жина қасыңа, руластарыңды жина қасыңа. Бірігер қазақ, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз, қожа төре болып. Біріктейм әр қазақ, құл болып өстіп өлесіңдер ма, сұмырай болып, өстіп қор болып, мына дүниенің өзінде тозақта, о дүниеде және сол ұрғауындық, сайтандық жүйеге бағынып, соның өмірді ұзартқан бұл, ол дүниеде де тозақта сорлайсың қазақ. Күресімен, бетің жарық болады, екі әлемде еңсең биік, жүзің жарық, мәртебең үстем болады. Күресімен бізді бұл дүниеге сынаққа жіберді, шексіз құдірет иесі. Күресу үшін келдік, емтиқан тапсыру үшін келдік. Мына дүние емтиқан тапсырып жатырмыз. Емтиқанды қалай тапсырамыз? Әділетшіл болып, шыншыл болып тапсырамыз қазақ.